Ахметбек пен Хасен. Ертеде бір хан болыпты, ханның 40 уәзірі болыпты. Ханның бас уәзірі де көпке дейін бала көрмей жүріп, бір күні екеуінің қатыны да ұл тауыпты. Хан баласының атын Хасен, уәзірі Ахметбек қояды. Бұл балаларын туғаннан бірге тәрбиелейді, оқытады. 15 жасында екеуі де үлкен ғалым болады. Бір күні кітаптан бір ханның қызының жазғанын көреді. Онда былай депті: пәленше жерде, пәлен шаһарда, пәлен деген ханның қызының бір жұмбағы бар. Ол жұмбағын шешкен кісіге тиеді, шеше алмаған кісінің басын алады дейді. Жұмбағын шешуге талай адам барып шеше алмай басын алдырған. Осы хабарды естіп, Ахметбек пен Хасен: біз неше жыл оқыдық, өлсек осының соңында өлейік, әйтпесе жұмбағын шешіп осы қызды алып келейік деп екеуі жолға түсіп кетеді. Екеуі жолаушылар жүріп келе жатып, бір елсізге кез болады. Ел таба алмай зарығып келе жатса, алдарынан бір жақсы сарай үй көздеседі. Екеуі қуанып кетіп аттарынан түсе салып үйге кірсе, үйде адам жоқ. Үлкен бір таза сарай екен дейді. Екеуі үйді көріп, не де болса бүгін осында болып шығайық деп, аттарын доғарайын деп тысқа шықса, аттары өзде қарылып қалыпты. Қайта үйге кірген, шай жасаулы тұр дейді. Шайға отырған екен, шай өзінен өзі қиыла бастапты. Одан екеуі шайды ішіп болып енді атты отқа жіберейін деп тысқа шықса, аттары отқа жайылып қалыпты. Үйге қайта кірген екен, екі төсек салынып қойыпты. Екеуі екі төсекке жатуға қорқып, екеуміз бір төсекке жатып, түнімен ұйықтамайық, бір күнде ояу-ақ шығайық, осы үйде бір сұмдық бар ғой деседі. Ал енді ұйықтамасақ, ермек болсын, бір әңгіме айт, Ахметбек дейді Хасен. Ахметбек бір ұзақ әңгіме айтып жатқанда, таңға да таяп қалады. Хасен ұйықтап та қалады. Ахметбек жалғыз өзі ұйықтамай жатады. Бір уақытта бір бұрыштан осы екеуі қайда барады деген дауыс шығады. Қарсы бұрыштан: бұлар әлгі пәлен ханның қызының жұмбағын шешеміз деп барады. Оны Ахметбек шешеді де, ол қызды бұлар алады, бірақ оны қайтарда бұларды өлтіріп мен аламын дейді. Бірінші бұрыштағы дауыс: қалай өлтіресің дейді. Соңғы дауыс: қайтарда бұлар тағы осы үйге келеді, бұл үйден бұлар тамақтанады, сонда өлтіріп қызды аламын. Манағы дауыс: бұлар қайтуда мұнда келмейді, өйткені Ахметбек енді сенің бар екеніңді біледі, келмейді дейді. Соңғы бұрыштан: егер бұнда түнемесе бұлар екінші қонарлыққа жете алмайды, аттары шаршайды, өздері жаяу жүріп әбден табандары ауырады. Сол кезде шылбырымды шұбатып, ер тоқымды қарарғымақ болып шыға келем. Сонда қыз мінсе алып қашып кетем. Ахметбек пен Хасеннің бірі мінсе тулап жығып өлтіріп кетем. Оған болмаса алдарынан күміс бұлақ болып ағып жата қоям. Сол суды шөлдеп зарығып келе жатқан ел жабырлап ішеді. Сонда қыздан басқасына у болып тием. Сөйтіп барып алам, әйтпесе тіпті ала алмайтын болсам, үйіне барып жатқанда қыздың бетінен жылан болып шағып өлтірем. Ішіме күйіп болғанша маған да, оған да жоқ қыламын дейді. Алғашқы бұрыш жақтан шыққан дауыс: сенің осы сөйлегеніңнің бәрін Ахметбек біліп жатыр. Сенің осы айтқаныңның бәрінде істетпейді дейді. Соңғы бұрыштан шыққан дауыс: егер Ахметбек осыны біліп, біреуге айтатын болса, қара тас болып қатсын дейді. Сонымен екеуінің сөзі бітеді. Таңдата бастайды. Ахметбек ұйықтамастан таңды атқызып бар жайды біліп алады. Таң атқан соң Хасенді оятып, тысқа шығып беттерін жуып келсе, шай жасаулы тұр екен. Шайды ішіп тысқа шықса, аттары желілі тұр екен. Арбаларына мініп жүріп кетеді. Хасен: мынау көрім болды, тағы қайтарда осында келіп бір тынығып аламыз деп ой бермей келе жатады. Ахметбек таласпай жүре береді, бірақ әйтеуір қайтуда бұл үйге қонбаймыз дейді.
Жолда бірнеше күн жүріп, екеуі бір күн өздері іздеп келе жатқан хандікіне жетеді. Хан бұларда алдынан күткізіп алып бөлек үй тіккізіп береді. Бірнеше күн жатқаннан кейін қызына сөз салады. Біз осылай жұмбақ шеше келіп едік. Рұқсат болса сол жұмбағын естсек екен дейді. Қыз шақырып алады да жұмбағын айтады. Жұмбағы мынау екен. Бір үш жолдас болып, ол үшеуінің біреуінің дүние жүзін көретін құралы, біреуінің көзді ашып жұмғанша, дүние жүзінің қай жеріне болса да ұшып баратын, біреуінің қандай аурудан болса да өлген адамды тірілтіп алатын құралы бар екен. Бір күні жердің жүзін қарайтын қарап жіберіп, бір байдың қызы өліп көміп жатқанын көреді де, үшеуі сол жерге барып қызды тірілтеді. Бай ырза болып қызын әлгілерге бермек болады. Енді осы қызды үшеуінің қайсы салу керек дейді. Жұмбақ осы екен. Ахметбек тұрады да, таңдау қызда болады да, қыз қай сүйгеніне тиетті дейді. Шешуі дұрысында осылай болады. Қыз Ахметбектік болады, бірақ Ахметбек қызды өзі алмайды, Қасенге береді. Ахметбекке дейін шешушілердің біреуі тірілтушіге тиеді, біреу көрушіге тиеді, біреуі баратынға тиеді деген екен. Бұлардың барлығының да басы алынған екен. Әкесі қызды бірнеше жасау артып, жігіт қосып жөнелтеді. Жол бойы жүріп отырып, тап қонарлық уақытта жолдағы үйге келеді. Қасен қонайық десе, болмай, Ахметбек қондырмайды, алып өтеді. Қасен апырмай, Ахметбек шаршап шалдығып жеткенде, әнеуді рахаттанып жатқан үйге қондырмағаның не деп ренжіп қалады. Ахметбек: Қасен, мен саған қастық істемеймін ғой, менің айтқанымды істей берсеңші дейді. Тағы да әрбер жүрген соң алдарынан бір әйбат бұлақ ағып жатады. Қасен айғай салып: ей, жүкті тоқтатыңдар, осы бұлақ басында қонамыз дейді. Ахметбек жүгіріп барып бір дұғаны оқып, суды қамшымен тартып бергенде су жоғалып кетеді. Қасен тағы да ренжіп: Ахметбек, сенің мұның қалай? Жаңа ана жерге қондырмадың, енді қонайық деп келе жатқан суды жоғалтып жібердің. Әлде қатыныңды өзің алмаған соң, біз не болса сол болсын деп келе жатқан боларсың деді. Ахметбек еш нәрсе демей жүре береді. Енді біраз жүрген соң алдарынан шылбырын шұбалтып бір ер тоқымды қара арғымақ шыға келеді. Қасен: мінеміз, ұстаңдар деп ұмтылады. Ахметбек жүгіріп барып арғымақты бастан қамшымен тартып жүреді. Арғымақ жоқ болып кетеді. Қасен тағы да ренжіп, аузына келгенін сөйлей береді. Ахметбек еш нәрсе демей жүре береді. Бірнеше күн жүріп, аман есен еліне келеді. Бірнеше күн той істейді. Ахметбек түнде ұйықтамай, Қасендікіне жатып, енді жылан болып келуін аңдайды. Бір күні таңға жақын көзін ілдіп кеткенде, Қасеннің қатыны шар ете түседі. Ахметбек көзін ашып алса, атын талып қалыпты. Бетін жаңа ғана шағып бір қара шұбар жылан төсектен түсіп барады екен. Ахметбек төсектен атып тұрып, жыланды өлтіріп, босағаға тыға салып, қатынның бетіндегі жылан шаққан жерін сорып алып, түкіріп тастайды. Сол уақытта Қасен оянып кетіп, ұйықтап жатқанымда қатынның бетін сүйдің деп әлек салады. Қатынды өзің ағал, мен саған әуелден айтқанмын, әнеу жол бой істеп келгенің анау деп қатыннан безіп отырып алады. Ахметбек сонан соң отырып бастан аяқ бар әңгімесін айтады. Екеуі бара жатқандағы жолдағы иесіз үйден естіген әңгімесін айтады. Босағаға өлтіріп тыққан жыланды көрсетеді. Бетінен сенің қатыныңа қызығып сүйгем жоқ, жыланның уын қайтаруға сүйгем деп соңғы сөзін айта береді де қара тас болып қатады. Қатын мен Қасен жылап бақшасының ішінен бір жақсы орын жасап, тасты соған қойып сақтайды да отырады. Сөйтіп жүргенде 2 жыл өтеді. Бір еркек бала болады.
Ол да екіге келет. Бір күні бір бақсын ертіп келіп, Қасен Ахметбекті тірілтуге бола ма деп сұрайды. Бақсы: осы балаңды тірідей тастың үстіне тұрғызып қойып, қан шығарсаң тірілет дейді. Қасен қатынмен ақылдасып: басымыз жас қой, бала табылар, Ахметбектей жолдас табылмас деп, баласын жетелеп келіп, тасқа тұрғызып қойып, екеуі екі қолынан ұстап тұрып, қан шығарады. Сол уақытта Ахметбек ұшып тұра келеді. Екеуі бас салып, Ахметбекке кезек-кезек көрісіп, амандасып, үйіне ертіп келеді. Ахметбек те өзі сүйген бір қызын алып, екеуі бірге тұрып, дәурен сүреді.